Сәлем, бүгін біз анемия тақырыбын бірінші бөлімін талқылайтын боламыз. Келесі аптада келесі бөлімдерін кейін талқылайтын боламыз. Жалпы анемия ол дәрігердің практикасында, жұмысында өте жиі кездеседі. Ол әйелдерде, балаларда жиі кездеседі, және ер адамдарда да. Дисклеймер, назар аударамыз. Менің видеоларым тек студенттерге арналған, білім алу мақсатында, өзімнің білетініммен бөлісу үшін және қайталау үшін. Ешқандай емдік мақсатта емес, өзіңізді емдеумен айналыспаңыздар. Егер де қандай да бір жетіспейтін, қандай да бір кез толық ақпарат берілмеуі мүмкін, тек өзімнің білетінім, не білемін, сонымен бөлісетін боламын. Ал енді кеттік, бастаймыз. Терминология ең алдымен біз білетінде қанның құрамында формалық элементтер және плазма бар. Формалық элементтеріне лейкоцит, тромбоцит, эритроцит және гемоглобин эритроцит жатады. Эритроциттің құрамында гемоглобин болады. Гемоглобин ағзаға оттегіні тасымалдайды. Эритроциттердің түсі қызыл, лейкоциттер ақ, тромбоциттер қанның ұюына қатысатын формалық элементтері болып табылады. Келесі терминіміз бұл гематокрит. Гематокрит ол қанның құрамындағы эритроциттердің пайыздық көрсеткіші. Яғни қанның құрамында қанша пайыз эритроцит бар екендігін көрсетеді. Мысалға 1 литр қанда 4,5% пайыз эритроцит бар деген сияқты мысал ретінде. Түстік көрсеткіш эритроциттердің гемоглобин мен қанығуын және эритроциттер мен гемоглобиннің ара қатынасын көрсетеді. Яғни қан қанша пайыз эритроцитпен қаныққан, ал эритроцит пен гемоглобин қанның құрамында қанша екендігін көрсететін болып табылады. Мұның барлығы жалпы қан анализінде көрсетіледі. Яғни қарайтын болсақ, анализ тапсырған кезде эритроцит, лейкоцит, тромбоцит, гемоглобин, түстік көрсеткен цветовой показатель. Және де әртүрлі лабораториялық, мысалы инвиво, алим, басқа деген сияқты ол жерде референсный значениялар өзгеруі мүмкін, яғни мағыналары өзгеріп тұруы мүмкін. Келесі, жалпы анемия дегеніміз не? Анемия ол қанның құрамында эритроциттердің және гемоглобиннің және олардың сапалық өзгерістерімен сипатталатын мөлшерінің азаюы. Оған алып келетін фактор бар. Эритроциттердің азаюы, яғни қансырау, қан жоғалту, гемолиз дегеніміз эритроциттердің бозылып, плазмаға гемоглобиннің шығуы, яғни көп шығып кетуі. Қан жасауының екіншісі қан жасауының бұзылуы салдарынан эритроциттердің бөлінуінің жеткіліксіздігі. Яғни эритроциттер сүйектің қызыл кемігінде нормада жасалу керек. Бұл жасалу жатыр, бірақ жетіспей жатыр, немесе дұрыс жасалмай жатыр, немесе тез эритроциттер жетіліп кетуінің әсерінен анемия пайда болады. Мұнда суретте микроскоппен қараған кезде, яғни микроскоппен нормада мынандай эритроциттер көп болып тұр. Ал мұнда эритроциттердің саны аз. Яғни микроскоппен қарағанда, сол себепті бұл анемия. Келесі, дүниежүзілік денсаулық сақтауының критерийі, яғни анемияға деген біз қандай жағдайда анемия деген диагнозды қоямыз. Егер де ерлерде гемоглобин 130 грамм на литрден төмен болатын болса, әйелдерде 120 грамм на литрден төмен болатын болса гемоглобин, жүкті әйелдерде 110 гемоглобинді көрінбей қалыпты, 110 грамм на литр. Содан төмен болатын болса, ол анемия. Эритроциттер ер адамдарда 4-ден төмен болса, әйелдерде 3,5-дан төмен болуы, бұл анемия. Ал гематокрит болса, ерлерде 39, әйелдерде 36-дан төмен болуы. Негізді нормада қанша болуы керек? Нормада гемоглобин ерлерде 130-150 болса, әйелдерде 120-140, жүкті әйелдер 130, 120-140 тоже
балаларда 120-130 болуы керек. Эритроциттер ерлерде 4,5, әйелдерде 3,7, 4,7, балаларда 3,5, 4,5. Ал гематокрит индексі ерлерде 42-50, мұнда пайызда көрсеткіш. Әйелдерде 38-47 пайыз. Анемияның ауырлық дәрежесін бағалау. Ауырлық дәрежесіне қарай жеңіл, орташа, ауыр деп бөлінеді. Жеңіл түрдегі анемия ол 100, егерде 90-ға дейін, яғни жаңағы айтқан 100-ден 90-ның арасы 100, 110 ол жеңіл дәрежелі анемия. Эритроциттер 3, орташа дәрежеде 70 пен 89 арасында. Орташа ауыр дәрежелі егерде гемоглобин 69 грамм литрден төмен болатын болса, ауыр дәрежедегі анемия. Ол жағдайда уже қан құю, яғни трансфузия жасауға тура келеді. Өйткені ағза өзі гемоглобин эритроциттерді өндіре алмауы мүмкін. Өту ағымына қарай жедел және созылмалы. Жедел дегеніміз постгеморрагия, яғни қан жоғалтудың әсерінен бірден пайда болатын анемия түрі. Ал созылмалы бірнеше айдан, немесе бірнеше жылға дейін созылады. Ұзақ уақытқа созылады. Созылмалы анемия көбінесе гастритпен, геморроймен ауыратын, язвамен ауыратын адамдарда, немесе бүйрегінде тас болатын болса, сондай жағдайда кездеседі. Және де әйел адамдарда менструалды цикл кезінде нормадан 80 мл қан жоғалту керек. Егерде 80 мл көп, 100-150 мл қан жоғалтатын болса, әр ай сайын, онда созылмалы анемия даму қаупі жоғары. Яғни әйелдер мен балаларда анемия жиі кездеседі. Балаларда не үшін анемия жиі кездеседі? Өйткені өсіп жатқан ағзаға көп оттегі қажет, элементтер қажет, соның барлығын және де олардың дұрыс тамақтанбауының әсерінен анемия пайда болады. Келесі. Анемияның белгілері қандай? Белгілері ол терінің бозаруы, өңінің қашуы, яғни бозғылт, сарғыштау болып келеді. Орнынан тұрған кезде көзінің алды қарайып, көзінің алдында шыбын-шіркей ұшып жүргендей болады. Бастың айналып, кей жағдайда есінен тану да байқалады. Терінің құрғауы, түспен қызыл иек қанайды, босарады қызыл иектер. Тырнақ сынғыш, әлсіз, ағарған, және де тырнақтың пластикасы тегістелген болып келеді. Жүрек соғуының жиілеуі, топырақ, бор жеуге, саз, құм жеуге әуестену, және иістерге, ол бензиннің иісі, керосиннің иісіне деген әуестіктің пайда болуы. Және шаршағыштық, ұйқының келе беруі, жалпы әлсіздік, жүрек айнуы, тамаққа деген тәбетінің болмау, иісінен тану. Шашының түскіштігі, балаларда сабаққа деген, ересектерде жұмысқа деген қызығушылығының төмендеуі. Жаңа жоғарыда айтқандай, гемоглобин ағзаға оттегіні қамтамасыз етеді. Және де гемоглобин, яғни кем және глобиннен тұрады, ол дегеніміз темір. Және де анемия B12 тапшылықты анемия, фолий тапшылықты анемия. Егерде солар жетіспесе, ағзаға қажетті заттардың жетіспеуі, яғни осының барлығы осындай симптомдар береді. Оттегі жетіспей тұр. Соответственно, ми өзіне энергияны қажет етеді, оттегіні қажет етеді. Сол себепті де ұйқының келуі осындай белгілерді, симптомдарды береді. Жіктелуі этиологиясы бойынша тұқым қуалаушылықты және жүре пайда болған. Патогенезі бойынша постгеморрагиялық, гемолиздік, дисэритропоездік. Ол патогенезі бойынша. Постгеморрагия жаңа айтқан әртүрлі себептердің әсерінен қан жоғалтудан пайда болған анемия. Гемолиздік қан арнасынан немесе қан құрайтын аппаратқа улы заттар түскенде эритроциттердің жаппай бүлінуінен пайда болады. Келесі диэритропоездік болса, басқаша айтқанда тиімсіз эритропоез, яғни эритроциттердің дұрыс жасалмауы. Ол эритроидты клеткалардың көпшілігі жетілген,
сатысына жетпей ақ жілік майының ішінде яғни сүйектің қызыл кемігінен гемолиз салдарынан бөлінеді. Яғни сүйектің қызыл кемігінде эритроциттер жасалады. Соның бұзылуының әсерінен анемия пайда болады. Түстік көрсеткішіне қарай гиперхромды анемия, яғни о 1,05-тен артық, гипохромды 0,85-тен төмен, нормохромды 0,85-1. Яғни жалпы қан анализіне қараған кезде түстік көрсеткішіне де мән беру керек. Кейбір жағдайларда мысалға гемоглобин 110, эритроцит 4,2 деп алайық, ал бірақтан түстік көрсеткіші 0,78. Мұнда анемия болуы мүмкін. Темір тапшылықты. Эритроциттердің орташа диаметріне қарай нормоциттік, яғни 7,2, 8,8 микрометр, микроциттік 7 микрометрден артық, макроцит 8 микрометрден артық, мегалоциттік 12 микрометрден артық болуы. Жаңағы айтқан нормохромия, яғни эритроциттердің түсінде нормада, гипохромия, гиперхромия. Және де формасы нормоцитоз, поликилоцитоз. Поликилоцитоз дегеніміз эритроциттердің формаларының өзгеруі, ай тәрізді немесе басқа да формада болуы мүмкін. Норма қалыпты жағдайда эритроциттер дөңгелек, тиын сияқты, ортасы лепешка сияқты, ортасы кішкене батыңқы болып келеді. Жалпы анемияның бірінші бөлімі осы. Келесі сабақтарда патогенезі бойынша және жіктелуін талқылайтын боламыз. Назарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, қолдау көрсетіп кетіңіздер.